Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 4-ші тоқсанға арналған бірінші жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз. Мәтінді өздеріңізге түсінікті болу үшін оқып алыңыздар. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: сұхбат берушінің пікірінше әзіл-сықақ театрларының кемшілігі неде? Сұхбат берушінің пікірінше, әзіл-сықақ театрларының кемшілігі тақырып аяларының өте тар болып, олардың тек арзан күлкіге жақын болуы, және театрлардың ең басты кемшілігі әзіл материалдарын кәсіби авторларға тапсырыс бермей, өздері жазып ала салуы. Сахнаға шығып, әйтеуір жұртты күлдірсек болды дейтін сияқты. Тақырыпқа жеңіл-желпі қарап, қоғам үшін нағыз маңызды мәселелерді көтермейді. Екінші сұрақ: өнердің дамуы үшін өнер иелерінің еңбектеріне лайықты еңбекақы төленуі міндетті ме? Менің ойымша, өнердің дамуы үшін өнер иелерінің еңбектеріне лайықты еңбекақы төленуі міндетті деп ойлаймын. Өнер иелерінің еңбектері бағалануы керек. Мәтінде 25 жылдан бері жазушыларға қаламақы төленбегені айтылған. Кім осыншама көп уақыт 25 жыл бойы еңбегі лайықты бағаланбай, ақысыз тегін жұмыс істегісі келеді дейсіз? Үшінші сұрақ: өнер адамдары таланттан бөлек қандай қабілеттерге ие болуы керек? Меніңше, өнер адамдары жан-жақты болуы керек. Өнер адамдары талантты болудан бөлек білімді және әркез ізденіс үстінде болуы керек деп санаймын. Кез келген өнер адамы саясаткер болу керек. Ол қоғамда не болып жатыр, парламент не талқылады, қандай халықаралық мәселелер қаралды, қысқаша айтқанда бәрін біліп, бақылап отыру керек. Яғни деңгейі өте жоғары, ой-өрісі кең болуы тиіс, интеллектуалдық ізденіс көбірек керек. Соңғы сұрақ: Қазақстандағы театрлардың жағдайы қандай күйде? Қазіргі уақытта Қазақстанда әзіл-сықақ театрлары көп. Әзіл-сықақ театрларының саны бар да сапасы жоқ. Негізінен бүгінгі күннің әлеуметтік мәселелерін көтереді. Бірақ бір айтатын мәселе, олар қоғамдық әлеуметтік мәселелерден көрі отбасы, ошақ-қасы, тілді дұрыс айтпау, құда-құдағилар сияқты жеңіл-желпі тақырыптарды ғана көтереді. Тақырыпқа жеңіл қарап, сахнаға шығып, тек халықты күлдірсек болды деп ойлайды. Бірақ барлық театр бірдей емес, көпке топырақ шашуға да болмайды. Екінші тапсырма: мәтіннің негізгі айтар ойы неде? Клишеге сүйеніп екі сөйлеммен ой түйіндеңіз дедім. Менің ойымша, мәтіннің негізгі ойы әзіл-сықақ театрларының саны бар да сапасы жоқ екендігін көрсету, Қазақстандағы театрлардың жағдайын жақсарту және өнер иелерінің еңбектерінің лайықты бағалануына назар аударту деп ойлаймын. Оған театрлардың сахнаға шығып, әйтеуір жұртты күлдірсек болды деп тақырыпқа жеңіл-желпі қарауы, кәсіби авторларға тапсырыс бермей, әзіл материалдарын өздері жаза салуы, интеллектуалдық ізденістің жоқтығы мен тақырып аясының тарлығы және 25 жылдан бері еңбекақысы төленбеген жазушылардың жағдайын айтуы дәлел бола алады. Осымен жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.